Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы әдет, ғұрыптар. Оқулығымыздан 48-ші бет. Оқу мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты көтерілген мәселені түсіндіру. Әдет, ғұрып дегеніміз белгілі бір қоғамдық әлеуметтік ортада пайда болып, оның мүшелерінің мінез құлқының, тұрмыс тіршілігінің айнымас қағидаларына айналған жөн жосық, салт жоралғы. Енді оқулығымызда 3-ші тапсырманы бірге оқиық. Мәтінді оқып, тірек сөзді анықта. Ала жіп аттамау. Қазақ дүниетанымында ала жіп туралы әртүрлі ұғымдар мен түсініктер бар. Мысалы, баланың тұсауын кескенде, адамдар қатты ренжіскенде, тағы басқа әдет ғұрып қағидаларында ала жіп бейнесі қолданылады. Соның бірі ала жіп аттамау деп аталады. Ол адалдыққа, адамгершілікке сай қолданылатын фразеологизм десе де болады. Бұл теңеу ешкімге қиянат жасама, біреудің мал-мүлкін ұрлама деген терең мағынаны білдіреді. Біреудің мен ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын деген сөзі оның ақ адалдығын сездіреді. Асар. Бір отбасының қолынан келмейтін күрделі жұмыстарды атқару үшін бір ауылдың адамдары асарға шақырылады. Мысалы, үй көтергенде, егін салғанда, оны жинағанда, шөп шабу, тағы да басқа. Асарға шақырылғандар еңбегі үшін төлемақы алмайды. Оның есесіне асарға шақырушы адам қолғабыс тигізуге келгендерге арнап мал сойып, мол дастархан жаяды. Асар қазақ елінің ұжымдық топта жұмыс істеуінің үлкен бір көрінісі. Мұндай жақсы әдет ғұрыптар ел ішінде әлі де бар. Қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары кітабынан алынған үзіндіні бірге оқыдық, балалар? Енді дескриптор, яғни бізде не істеу керек? Мәтінді оқисыздар, тірек сөздерді анықтап, ауызша айтасыздар. Жалпы 3 бап. Келесі бізде шашыраған сөздер ойыны. Жазбаша 6-шы тапсырма. Шашыраған сөздер ойыны сөздерді орнына қойып, сөйлем құра. Баланың тай, атайды, тойында, сүндет, барғанда, мектепке, әке-шешесі, нүкте. Яғни, осы сөздерден сіздер сөйлем құрауларыңыз керек. Мәселен, баланың әке-шешесі мектепке барғанда тай атайды. Бағалау критерийлері. Жүйелі сөйлем құрастыру 1 балл, берілген сөздерді қолдану 1 балл, орфографиялық нормаға сай жазу 1 балл. Келесі бізде эссе. Қоғамдық орындарда әдеп сақтау ережесі тақырыбында. Дескриптор. Тақырыптан ауытқымау, жүйелі сөйлем құрау, эссе құрылымын сақтау. Мәселен, үлгі ретінде сіздерге бастамасы берілген. Әрі қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Қоғамдық орын бізде қандай жерлерді айтады? Қоғамдық орындарда әдеп сақтау ережесі деген тақырыпты ауытқымаймыз. Кері байланыс. Жаздым, қолдандым, мынандай тұжырым жасадым. Бүгінгі сабаққа байланысты осы кестені толтырайық. Немесе ауызша айтсақ болады. Назарларыңызға